Сарбазым, назданып салған өзің енім. Керемет. Назгүл, даусыңыз өте керемет. Бірақ өкінішке қарай біздің ұлттық ұланның ерлер хор болғандықтан біз тек қана ер азаматтардан қабылдаймыз. Сонда сіздерге қойылатын талап қандай? Қойылатын талап өте жоғары. Ұлттық ұлан әнби ансамблінің ерлер хоры. Тәртіп пен кәсіби шеберлікті үйлестірген шығармашылық ұжым. Хордың көркемдік жетекшісі лейтенант Бауыржан Алтынбековтың айтуынша хор құрамында 20-35 жас аралығындағы 12 өнерпаз бар. Іріктеу қатаң тыңдалым арқылы жүргізіледі. Бәрін сүйем мен, гүл еркем, сүйем мен, сүйем мен. Ең алдымен қойылатын талап ол музыкалық білімінің болуы. Яғни нота тану керек. Содан кейін ары қарай жаңағы даусының тембріне қараймыз, бет әлпетіне қараймыз, сахналық жаңағы бізде маңызды өйткені жаңағы физикалық тұрғыда да толық болмау керек, қатты арық болмау керек, жаңағы сахнаға келетіндей сырт келбетіне мән береміз. Ұлттық ұланның ерлер хоры әскери қызметті абыроймен атқарып жүрген кәсіби вокалистер. Олар саптық дайындықты шығармашылықпен ұштастырған. Вива, 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 вива. Вива, 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 вива. Әскери борышымды өтіп жүріп, өзім онлайн конкурсқа қатыстым, осы ансамбльді ұйымдастырған. И сол іріктеуден өтіп, қазіргі кезде әскери қызметші атанып, балалармен бірге хорда ән айтып жүрміз. Ерлер хорының репертуарында классикадан бастап рок, джаз және халық әндеріне дейінгі түрлі бағыттағы 200-ден астам туынды бар. Сонымен қатар хор әндері өзіндік ерекше авторлық өңдеумен орындалады. Ұжым әрдайым тыңдарманын тәнті етіп, халықаралық байқаулардан бас жүлдесіз қайтпайды. Дәл қазіргі таңда Қазақстанның қарулы күштерінің сапында біз жалғыз ерлер хоры болып саналамыз. Дәл қазіргі таңда біздің ерекшелігіміз де сол. Бірінші ерекшелік ол бізде тек қана ерлердің дауысы. Екінші ерекшелік ол біз тек қана хор емес, біз әскери хормыз. Біз әскери киім киеміз. Сондықтан біздің жаңағы көпшілігі және біздің репертуарымыз өте ауқымды. Халық әндерінен бастап біз жаңағы шетел тілдерінде бір 10-15 шетел тілдерінде әндерді емін-еркін шырқай береміз. Ерлер хорының құрылғанына 10 жыл. Алдағы уақытта ұлттық ұланның ерлер хоры құрамын жаңа дарындармен толықтырып, тыңдарманын тың туындылармен қуанта бермек.